Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Өздеріңіз білетіндей, әлемдердің жаратушысы болған Аллах тағаланың 99 көркем есімдері бар. Осыған дейінгі видеоларда біз 1 мен 39 аралығындағы Аллах тағаланың көркем есімдерінің толық мағынасын және сырлары мен қасиеттерін айтқан болатынбыз. Әл-Мұқит қорек беруші, толық мағынасы азық беруші, азықты жаратып мақлұқтарына таратып береді, даналықты және білімді жүректерге жеткізеді. Әл-Мұқит есімінің қасиеттеріне келетін болсақ, бірінші қасиеті Алладан нығмет, ризық несібе және денсаулық қалаған адам осы ұлы есімді арабшасын күміс мөрге жазғызып, өзіме бірге алып жүрсе, Алла тағала ол адамның дұға тілектерін қабыл алып орындайды және оған әрдайым жәрдемші болады екен. Ал екінші қасиеті, осы есімді Я Раззақпен бірге қосып, арабшасын бір қағазға жазып, сол қағазды кез келген жерге іліп қойса, ол үйде немесе мекемеде ризық пен береке артады екен. Ал үшінші қасиеті, бұл есімнің адамдарды аурулар мен кеселдерден сақтайтын қасиеті бар екен. Келесі есім 41-ші есім Әл-Хасиб, есептеуші, толық мағынасы есеп беруші, жеткізуші, өз құлдарының қажеттерін өтейді. Әл-Хасиб есімінің қасиеттері, кім осы көркем есімді күніне 80 мәрте қайталайтын болса, бәрінің алдында жүзі жарқын және адал болады екен. Ал екінші қасиеті, Я Хасиб деп айтуды дағдыға айналдырғандардың дұғасы қабыл болады. Шайтанның жамандығынан қорғалады және ризығы көбейеді деген. 42-ші есім Әл-Жәлил, аса ұлық, аса мәртебелі, толық мағынасы биік, үлкен, өз ұлылығында өте биік, қадір қасиетінде аса ұлы. Әл-Жәлил есімінің қасиеттері, Я Жәлил деп зікір етіп жүрген жан халқының арасында ардақты және құрметті болады екен. Сонымен қатар осы есімді күн сайын 73 рет қайталаса, нағыз рухани күшке қол жеткізеді. Мінез құлқы жақсарады және ешкім туралы жаман ойда болмайтын болады. Осы есімді үзбей қайталап жүретіндер залымдар мен қатыгездерден басым болады екен. Видеоны соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, видеоны пайдасы тисін деген досыңызға жіберуді ұмытпаңыз.